11 сынып БЖБ 491 БЖБ оқу мақсаттары көрсетілген. Тапсырмаға келетін болсақ, бұл жерде бірінші тапсырма Линдеман ережесін қолданбас сызба бойынша экологиялық биомасса пирамидасын құрастырыңыз. Продуценттер, консументтер, бірінші консументтер, екінші консументтер және үшінші. Бұл жерге мысалы жауабы шөп, шегіртке, бозторғай, сұңқар болса да болады. Немесе ең бірінші 1 килограмм, одан кейін 10 килограмм, одан кейін 100 килограмм, одан кейін сол 1000 килограмм деп кестемізге, көрсетілген кестемізге жазсаңыздар болады. Кез келген жауап қабылданады. Келесі Б тапсырмасында сұраққа жауап беріңіз. Неліктен су экожүйелерінде төңкерілген биомасса пирамидасы болады? Яғни бұл мұндай экожүйелерде продуценттер, фитопланктондар, балдырлар өте тез бөлініп, ұрпақ алмасуы тез жүреді. Фитопланктондар тұтынушылары әлдеқайда үлкен, бірақ әлдеқайда баяу көбейеді. Яғни сондықтан осылай көрсетіледі. Келесі екінші тапсырма, бұл жерде тұжырымдама шындық және жалған белгілеңіз деп тұр. Бұл жерде әрине бірінші пирамиданың екінші деңгейінде әдетте шөпқоректілер орналасады. Шындық әрине. Екінші экологиялық пирамидалардың көптеген қабаттардан тұруы мүмкін. Жалған. Кез келген экожүйеде әрбір келесі буынның биомассасы алдыңғысынан 100 есе аз. Жалған әрине. Келесі соңғы сандар мен биомасса пирамидасындағы белгілі бір уақыт аралығындағы организмдердің биомассасын сипаттайды. Шындық. Келесі суретке қарап сұрақтарға жауап беріңіз. Бұл экожүйе тұрақты атауға болады ма? Я, өйткені тұрақты экожүйелер бұл өз сипаттарына ұзақ уақыт сақтай алады. Келесі Б тапсырмасы. Үшінші тапсырманың Б-сы экожүйелердің кез келгенінің негізгі қасиеттерін көрсетіңіз. Өзін-өзі реттеу, тұрақтылық, өнімділік. Ол бізге табиғатымызға, экожүйелерге тән қасиеттер. Келесі В тапсырмасы, бұл кесте түрінде берілген. Адамның демалысын ұйымдастыру үшін биоалуантүрліліктің маңызы. Мысалдарымен экологиялық экожүйелердің негізгі қызмет етуі, екінші экономикалық, азық-түлік, үй жануарлары, үшінші медициналық, дәрілер, зерттеулері, төртінші эстетикалық және реакциялық, сұлулық, демалу, туризм. Бесінші ғылым, эволюцияны зерттеу, экожүйе әрекетінің қызметі. Келесі төртінші тапсырма. Лесли мен Дэвистің статистикалық әдісінің мәнін тұжырымдамаңыз дейді.
тұжырымдаңыз деп тұр. Бұл жерде бұл әдіс шектеулі аумақта тұратын жануарлардың абсолютті санын бағалау үшін қолданылады. Бұл статистика. Бұл әдісті қолдануға жануарларды ұстайды, олардың санын есептеп, зерттеп аяқтағанша жібермейді. Содан кейін тағы 2-3-4 ұқсастарына аулау жүргізіледі. Зерттелетін аумақтары олардың жалпы санының азаюына байланысты жануарлардың санын біртіндеп азайтады. Яғни бізде бұл жерде кейбір даралар көбейіп бара жатса, не істейді? Санын азайтып отырады. Солай экожүйені ретке келтіріп отырады. 5-ші тапсырма. Аймағымыздың экожүйесін бағалау үшін осы әдісті қолдану сипаттайтын нақты мысал келтір. Бұл әдіс бақшадағы, гүлзарлардағы, төсектердегі жәндіктердің популяциясын зерттеуге жарамды. Сондай-ақ белгілі бір популяцияның сүтқоректілері үшін дала аймағының бұл суыр, қоян тағы басқа популяция болуы мүмкін. Әрине, бұның барлығы аймаққа байланысты. Бұл тапсырма бір дұрыс жауап таңдаңыз. Түрлердің әртүрлілігі бойынша ең бай экожүйе бұл тропикалық ормандар. Әрине, ол жерде әртүрлі өсімдіктер және жануарлар өмір сүреді. Осымен тапсырмамыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.